Сәлеметсіздер ме? Қазақ хикаялар арнасына қош келдіңіздер. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Айдананы ол өзі апарды. Алдымен үлкен жолмен 3 сағат жүрді. Сосын топырақ жолға түсті. Содан кейін ен далаға 8 үй ғана тұрған шағын қонысқа жетті. Сөмкелерін түсіріп қойды да қысқа ғана айтты: балаңды туған соң маған бересің, мен алып кетемін. Маған қыз емес, тек баланы қалдырасың. Осыны айтып болды да артына бұрылмастан кетіп қалды. Билігі бір адамдар артына сирек қарайды. Оларға оның қажеті жоқ. 4 жыл өтті. Бір күні облыс орталығынан келген инвесторлар оның үстеліне бір суретті қойды. Суретте ағаштан салынған үлкен қоныс үй белгіленген еді. Соңғы кезде солтүстік өңірінде жұрттың бәрі айтып жүрген жер дәл сол болатын. Біз осы адамдармен бірге жұмыс істегіміз келеді, немесе басқа өңір табамыз, деді олар. Ол құжаттағы қолтаңбаға көз салды. Басқарушы Айдана Қайратқызы деп жазылып тұр еді. Ол бұл іске өзі баруды ұйғарды. Ең маңыздысы осы еді. Ол сынған адамды көремін деп ойлады. Келгенін күтіп отырған қызын көремін деп ойлады. Бірақ үстелдің ар жағында отырған әйел оның бөлмеге кіргеніне қарамастан орнынан тұрған жоқ. Бұл әңгіме адам бір мәселені шештім деп ойлаған кезде сол мәселенің өз бетімен басқа бір дүниені құрып жатқанын байқамай қалатыны туралы. Әдет бойынша алдымен қай қаладан екендеріңізді жаза кетіңіздер. Арнаға жазылып, ұнаты белгісін қойып, соңына дейін көріңіздер. Аудандық газет үстелде біреу әдейі керекті бетіне ашып қойып кеткендей жатты. Қара да сүйсін дегендей. Айдана қарады, бірақ сүйсінген жоқ. Суреттен оған әкесі Қайрат қарады. Аудан әкімдігінің басшысы. Үстінде ол 112 рет көрген бірдей пиджак. Суреттің астында ауданды өзгертіп жатқан адам деген жазу тұр. Айдана газетті төңкеріп қойды да алмаға қол созды. Ас үй үлкен еді. Аппақ әрі тым таза. Қолмен емес, ақша арқылы сақталатын тазалық. Қабырға бойында орнатылған тұрмыстық техникалар күңгірт жылтырап тұрды. Аптасына 1 рет қана қолданатын кофе қайнатқыш. Зауыттан қабал алынбаған буға пісіргіш. Нұсқаулығы қайта қорабына салынған көп қызметті пісіргіш. Тоңазытқыш мейрамханадан әкелінген дайын тағамдарға толы. Бәрі бірдей қақпағы бар коробтар. Айдана оны ашып, ішін қарады да қайта жапты. Алмадан бір тістеп, оны қайта табаққа қойды. Дәліз жақтан анасының дауысы естілді. Бір қалыпты, іскер үн. Әр сөзінің арасында қысқа үзілістер бар. Сол кезде анасы дәліз бойымен әрі-бері жүретін сияқты. Гүлмира телефонмен сөйлесіп отырып, басқа жұмыстардың бәрін қатар атқара алатын. Бұл оның ерекше қабілеті еді. Айдана бала кезінде мұны сиқыр деп ойлайтын. Қазір іштей басқаша ат қоятын. Анасы ас үйге жүріп келе жатып кірді. Телефонды иығымен бетіне қысып алған. Костюмі мінсіз. Таңғы сағат 7 болса да биік өкше киген. Шашы жарты күн жиналыста жүрген адамдай ұқыпты жиналған. Қызына бір көз тастады. Көзі үстелдегі шілмеген, су құйылған стаканда сәл кідірді. Анасы саусағымен стаканды нұсқады да қайта сөйлеуіне бұрылды. Айдана стаканды алып, суды ішіп қойды. Бүгін Әйгерімге барасың, деді анасы. Алақанымен телефонды жауып сыбырлап. Иә, деді Айдана. Анасы басын изеді. Белгі қойылды. Сосын қайта дәлізге кетті. Әңгімесі еш үзіліссіз болмағандай сол іскерінмен жалғасты. Терезе сыртында қырқылған бұталар мінсіз қатармен түзіліп тұр. Жаңа қоршау баяу жарқырайды. Таңертең әкесінің көлігі тұрған орын бос. Ол бәрінен бұрын әрі бәрінен тыныш кететін. Айдана оның кеткенін ешқашан естімейтін. Бір күні таңертең көлік жоқ болып шығады. Әдеттегідей, Айдана бос тұрған асфальттың 4 бұрышына қарап тұрып ойлады. Міне,
осы ғана біздің үй. Сенбі күні базарда құлпынайдың, балықтың және күн қызарған президенттің иісі араласып тұратын. Айдана қатарлардың арасымен мақсатсыз жүрді. Үстінде ескі жейде мен джинсы, қолында еш белгісі жоқ, әдемі сөмкеде, зергерлік бұйымда жоқ. Сақ адам оның кімнің қызы екенін бірден аңғара алмас еді. Ол адамдардың білгенін ұнатпайтын. Ерлан көкөніс сататын қатардың соңындағы кірпіш қабырға түбінде отыр еді. Ол ешкімнен ештеңе сұрамады, ұйықтап та отырған жоқ, кітап оқып отыр. Айдана тоқтағысы келгендіктен емес, аяқтары өздігінен баяулағандықтан тоқтады. Көшеде жүрген адамның кітап оқуы таңғаларлық емес, бірақ кітап қалың еді, техникалық кітап. Өні кеткен көк мұқабасы бар. Ермек архитектуралық жобалаудың негіздері деп жазылған. Беттерінен қағаз қиындысы, газет жапсырмалары шығып тұр. Бөтен біреудің хаттары сияқты ұқыпты бүктелген. Айдана жақын тұрған Гүлзира апайдан құлпынай сатып алды да қайта бұрылды. Бұл қиын кітап па деп сұрады ол, кітапқа басын изеп. Ер адам басын көтерді. Жасы шамамен 30-тарда, бет әлпетін жел қаққан, сақалы ретсіз шыққан, бірақ көзінде Айдана күткен үрейлі немесе басылған жанның ізі жоқ. Жай ғана қарады. Жоқ, деді ол сабырмен. Егер не үшін оқып отырғаныңды білсең, қиын емес. Неге оқисыз деп сұрады Айдана. Ол бір сәт кідірді. Жауап білмегендіктен емес, қысқа қалай айту керегін ойлағандай. Өйткені мұны әлі ұмытқан жоқпын, деді ақыры. Ал ұмытқым келмейді. Айдана оның кітабының үстіне қойылған қолдарына қарады. Алақандарында көп жұмыс істеген адамның сүйелдері бар. Бір саусағы сынғаннан кейін қисайып кеткен. Қарасан байқалмайды, бірақ сөйлеген сөз анық. Артық толтырма сөз жоқ. Сосын ол кетіп қалды. 20 қадамдай жүрген соң артына қарады. Ерлан қайтадан кітап оқып отыр екен. Айдана бір сәт тоқтап тұрды. Сосын қайтадан Гүлзира апайға барып, тағы да бір құлпынай қорабын сатып алды. Шын мәнінде ол мүлде қажет емес еді. Үйіне қарай жүрді. Неге солай істегенін өзі де түсінбеді. Қайраттың үйіндегі кешкі ас ешкім жазып қоймағанымен бәрі сақтайтын белгілі тәртіппен өтетін. Қайрат жұмыс туралы айтатын, аудан туралы, бірдеңе уәде беріп, бірақ орындамай жүрген адамдар туралы. Гүлмира тыңдайтын, кейде бұрыннан бәрін білетін адамдай басын изейтін. Бірақ оның мәні жоқ еді. Айдана жай ғана тамақ ішетін, облыс орталығынан инвесторлар бір айдан кейін келеді деді. Қайрат табақты өзіне жақындатып, біз не үшін алатынымызды көргісі келеді. Ол шанышқысын алды да қызына қарады. Колледжді қашан бітіресің, деді. Жарты жылдан кейін, деді Айдана. Жақсы, деді Қайрат, бас изеді. Іштей тағы бір белгі қойғандай. Серікбектің басқармасында бос орын бар. Болашағы бар, қалыпты қызмет. Айдана нан алды. Серікбек деген адамды көрген сайын Айдананың бөлмеден терезе арқылы шығып кеткісі келетін. Бірақ ол мұны ешқашан дауыстап айтпайтын. Бұл жылдар бойы қалыптасқан әдет еді. Анасы әңгімені тез арада қонақ бөлмедегі жөндеу жұмысына бұрды. Плитка, мердігер, шағын есебі. Қайрат соңына дейін тыңдамай жатып келісім берді. Себебі жөндеу оның араласатын шаруасы емес болатын. Айдана үнсіз тамақ ішіп бітірді. Кешкі астан кейін әкесі оның иығынан жай ғана қақты. Үстелді қағып, әңгімені аяқтағандай жеңіл қимыл. Жақсы болды, дауласпадың, деді де жұмыс бөлмесіне қарай кетті. Айдана дәлізде тұрып қалды. Жұмыс бөлмесінің есігі жай ғана жабылды. Қымбат илектің жұмсақ дыбысы ғана естілді. Ол іске қарап тұрды да, соңғы рет әкесімен қашан дауласып көргенін есіне түсіруге тырысты. Есіне түспеді. Мүмкін ешқашан болмаған шығар. Әлде бір күні байқамай тоқтатқан шығар. 2 апта өтті. Сенбі күні Айдана тағы да базарға барды. Жай барып қалған жоқ, арнайы барды. Бірақ мұны өз-өзіне
мойындағысы келмеді. Ерлан бұрынғы орында отыр екен. Оған таныс адамға бас изегендей ишара жасады. Бұл жолы әңгімелері ұзаққа созылды. Ол ағаштан үй салу өнері туралы айтты. Бұрынғы солтүстік өңір үйлерінде алғаш адамдармен бірге танысатындай етіп салынатынын айтты. Қыста кеңейіп, жазда тарылып, сондай үйлер 300 жыл бойы бірде-бірлет шеге қолданбай тұр деді. Айдана тыңдап отырды. Жалығып отырған жоқ. Жалығып отырмағаны өзі үшін таңғаларлық еді. Неге сен осындасың деп сұрады ол. Үнсіздік біраз созылған соң. Ерлан өзін аяп сөйлемеді. Артық сөз де айтпады. Бұрын пәтер болды, жоба болды. Бір күні қолында қағазы бар адамдар келді. Сот болды, полиция болды. Ол сәл жымиды, бірақ пайдасы тимеді. Енді ештеңе жоқ деді. Полиция көмектеспеді. Айдана осыны естігенде әкесін ойлады. Таныс учаскелік қызметкерлерді, бір қоңыраумен шешілетін мәселелерді ойлады. Бірақ үндемеді. Кездесулер жиілей бастады. Алдымен базарда, кейін автовокзал жанындағы ешкім танымайтын шағын дәмханада. Кейін бір күні ата-анасы сыртқа кеткен кезде Айдананың үйінде кездесті. Бұл кинофильмдегі роман сияқты емес еді. Бұл әлде қайда тыныш нәрсе болатын. Бір-бірін жанында ештеңе ойнап көрсетудің қажеті жоқ екі адам. Айдана үшін бұл мүлде жаңа сезім еді. Бөтен ауданның дәріханасы. Айдана ақшаны қолма-қол төледі. Карта істемегендіктен емес, жүктілікке арналған сынақты ол дәмханадағы дәретханада оқыды. Дәретхана қақпағының үстінде отырып, екі сызық. 3 минут бойы ол соларға қарап отырды. Ештеңе сезген жоқ. Сосын бір сәтте бәрін бірдей сезді. Шатасқан ойлар толқыны келді. Ерланға телефон соқты. Ол 20 минуттан кейін жетіп келді. Екеуі Айдананың көлігінде тұрақта отырды. Әңгіме артық әсем сөздерсіз өтті. Ақша туралы, үй-жай туралы, оның екеуі де жоқ екені туралы. Бұл сылтау емес, шындық еді. Айдана тыңдап отырды, бас изеді. Мен баланы қалдырамын деді ол, ақырында жай ғана. Даусы шешімнен гөрі сұраққа көбірек ұқсап шықты. Ерлан үнсіз қалды, сосын бас изеді. Сол сәтте екеуі де не тындырғандарын толық түсінбеген еді. Бұл әлі аты жоқ бір дүниенің басталуы болатын. Сол түні Айдана аз үйде қараңғыда отырды. Шам жақпады. Тоңазғышта магнитпен жабыстырылған ескі сурет тұр. Отбасы 10 жыл бұрын түскен. Айдана кішкентай, шашы қысқа қиылған. Әкесі күліп тұр. Айдана сол суретке қарап отырып, әкесінің соңғы рет дәл осылай қашан күлгенін есіне түсіруге тырысты. Қонақтарға емес, шынайы, ештеңе есіне түспеді. Ол Ерланға ертең айтамын деп жазды. Ерлан 1 минуттан кейін жауап берді. Мен жанындамын. Терезе сыртындағы шам шыпылықтап тұрды. Көптен бері солай шыпылықтайтын сияқты. Мүмкін 1 ай, мүмкін 2 ай. Ешкім жөндемеген, ешкім байқамаған сияқты. Айдана көзін жұмды. Ертең ол жұмсақ, есігі бар жұмыс бөлмесіне кіріп, әкесіне бәрін айтады. Сол сәттен бастап, бұл үйде, осы аппақ ас үйде, қырқылған бұталар тұрған аулада, осы құпты тыныштықтың ішінде ештеңе бұрынғыдай болмайды. Терезе сыртындағы шам тағы да жыпылықтады. Тағы 1 рет жыпылықтады да бір жола өшті. Әкесінің жұмыс бөлмесінде қымбат қағаздың иісі және биліктің ерекше иісі сезілетін. Айдана бұл иісті әріп танымай тұрып-ақ ажырата үйренген. Ол есікті қақпай кірді. Бұрын қағатын, бірақ бүгін қолы бармады. Қайрат үстел басында отыр екен. Алдында көк мөр басылған құжаттар жатты. Инвесторлар туралы, 3 аптадан кейінгі сапар туралы жазылған қағаздар. Ол басын көтермей оқып отырды. Ал әлі ештеңе білмейтін адамның жүзінде бір тыныштық бар еді. Әке, деді Айдана. Күте тұр, деді ол құжаттан көз алмай. Мен жүкті болдым, деді Айдана. Қайрат басын жай ғана көтерді.
Адам бәрін жартылай түсініп тұрса да, тағы 1 секунд ұту үшін басын дәл осылай көтереді. Кімнен деді ол? Бір сұрақ қойғаннан гөрі жағдайдың бар екенін бекіткендей шықты. Ерланнан. Сен оны танымайсың. Базардағы жігіт, деді әкесі бір қалыпты үнмен. Айдана үндемеді. Ішінде бір нәрсе қорқыныштан емес, түсінгендіктен жиырылып кетті. Біреу айтып қойған, әрине айтып қойған. Бұл қалада Қайрат қай жерде көз болуын қаласа, сол жерде көзі бар еді. Бөлмедегі тыныштық қоюланып кетті. Терезе сыртынан бір көлік өтті. Терезе алдына қонған құс шиқылдады. Сосын қайта тыныштық орнады. Онда былай деді әкесі. Даусы бір қалыпты, айқайдан да ауыр тыныш үн. Айқай болса да тіршілік белгісі бар. Ал бұл үнде ештеңе жоқ. Біріншісі, мен бәрін ұйымдастырамын. Ешкім білмейді. Бір аптадан кейін бәрі ұмытылады. Екіншісі, егер бұған келіспесең, мен үшін сен жоқсың. Таңда. Айдана оған қарады. Үстелдегі құжат салынған папкаға қарады. Қайрат қолынан тастамаған қаламға қарады. Жоқ, деді ол жай ғана. Қайрат орнынан тұрды. Терезеге барып арқасын беріп тұрды. Қолдарын артқа қойды. Терезе сыртында сол баяғы аула, сол қырқылған бұталар, таңертең көлігі тұратын бос асфальт алаңы. Онда жинал, деді ол терезеге қарап. Айдана орнында тұрды. 1 секунд күтті. 2 секунд, 3 секунд. Әкесі бұрылып басқа сөз айтады деп күтті. Бірақ ол бұрылмады. Айдана сыртқа шықты. Бөлмесінің есігі сәл ашық тұрған. Айдана дәлізден ақ байқап қалды. Гүлмира төсектің жанында тұр. Киімдерді жинап жатыр. Қолдары тез қозғалды. Тіпті механикалық сияқты. Алу, бүктеу, сөмкеге салу. Осындай жылдамдық ойланбауға көмектеседі. Анасы мұны жақсы білетіндей еді. Анашым, сен түсінесің ғой, деді Айдана. Есік алдында тоқтап. Айдана қазір емес, деді Гүлмира, басын көтермей. Келесі киімге қол созды. Айдана жақындап келді. Анасының қолынан ұстады. Гүлмира кенет тоқтап қалды. Сағаты біткен ойыншық сияқты. Қызына қарады. Көзінде бос емес, бір сезім бар еді. Суық емес, тірі, бірақ қатты қорыққан. Сосын көзін тайдырды. Әкең дұрыс айтты, деді ол, жан-жаққа қараған күйі. Уақыт өтеді, кейін қайта ораласын. Айдана қолын жайлап босатты. Төсекке отырды. Гүлмира киімдерді жинауын жалғастырды. Джинсы, жылы жейде, косметика салынған шағын қап, телефон қуаттағышы. Гүлмира сымда деттегідей ұқыпты, дөңгелетіп орап қойды. Ең соңында салды, мұжылып қалмасын дегендей. Басқа жағдайда бұл қалыпты, қамқор қимылы болар еді. Бірақ дәл сол сәтте ол Айдананың жүрегін шым еткізді. Айдана бір сәт көзін жұмып алды. 2 сөмке. Оның бүкіл өмірі 2 сөмкеге сыйды. Анасы оларда әдеттегідей мұқият жинап қойды. Өйткені ол басқаша істей алмайтын. Қайрат оны өзі апарды. 3 сағат бойы екеуі де үндемеді. Айдана терезеге қарап отырды. Алдымен қаланың үйлері сирей бастады. 5 қабатты үйлер көрінді. Сосын жеке үйлер. Сосын қаладан шығардағы жанармай бекеті. Одан кейін қала мүлде жоғалып кетті. Алдында тек үлкен жол қалды. 2 жағында орман, бір қалыпты салқын, асфальт біртіндеп нашарлай берді. Жолдың өзі де олардың қайда бара жатқанын ұнатпай тұрғандай көрінді. Телефон қалтасында жатты. Айдана Ерланды ойлады. Ол қазір базарда отырған шығар, немесе автовокзал жанындағы дәмханада. Оның хабарын күтіп отырған болар. Әлі ештеңе білмейді. Айдана бірнеше рет телефонды шығарайын деп ойлады. Бірақ әкесі қасында отыр. Аралары шамамен 30 сантиметр ғана. Қолдары ерік бермеді. Бір кезде әкесі сөйледі. Қарасай ауылы, деді ол, жолдан көз алмай. Арға әжеңнің үйі. Қазір ешкім тұрмайды. Бірақ шатыры мықты. Гүлзира көрші үйден қарап тұрды. Сосын қайта үнсіз қалды. Бірақ шақырым өткен соң тағы айтты. Оны өзің таңдадың. Айдана жауап бермеді. Орманға қарап отырды.
Қарасай ауылы күтпеген жерден көрінді. Топырақ жолдан бұрылыс. Сосын бір ғана көшенің бойында тұрған 8 үй. Сол 8-дің 3-інде ғана адам тұратын. Қалғандарының терезелері қараңғы. Қорғаушыларының түбінде белгіге дейін жететін арам шөп өскен. Жол осы жерде аяқталады. Еш қайда бармайтын сияқты. Қайрат қалтасынан кілт шығарды. Кілт жаңа емес. Қарауытып кеткен ауыр кілт. Сақинасында ештеңе жоқ. Ол кілтті асықпай алды. Бұрыннан білетін жердің кілтін алған адамдай. Мұны Айдана кейін түсінді. Сол кезде тек қарап тұрды. Үйдің іші ескі ағаштың иісімен толы еді. Шамның иісі, тағы бір түсініксіз иіс. Уақыт босып тұрған үйдің үнсіз иісі. Пеш қабырға жанында тұр. Қара кірпішпен қаланған. Бір шеті жарылған. Сазбен бекітілген. Ағаш үстел, ұзын орындық, темір кереует. Торланған ескі төсек. Терезелер күңгірт. Сыртынан көптен бері ешкім сүртпегендей. Қайрат сөмкелерді қойды. Үйге бір көз жүгіртті. Міндет орындалған адам сияқты. Су құдықтан алынады деді. Отын сарайда. Бір айға жететін ақша үстелде жатыр. Үстелде конверт тұр еді. Айдана конвертке қарады. Сосын әкесіне қарады. Баланы туған соң бересің. Маған хабарласасын, келіп алып кетемін деді Қайрат. Сабырлы үнмен, келісім шарт айтып тұрған адамдай. Маған қыз емес, тек бала қалдырасын. Сосын сыртқа шықты. Есік жай ғана жабылды. Көліктің моторы гүр етті. Дөңгелек астындағы қиыршық тас сытырлады. Дыбыс алыстай берді. Әуелі бәсеңдеді, сосын мүлде жұқарып кетті. Ақыры орманның ішінде жоғалып кетті. Үй іші бірден тып-тыныш бола қалды. Тек пештің ішінде ескі кірпіштің арасынан әлсіз сытыр естілді. Қартайған пеш өзімен өзі сөйлеп тұрғандай. Айдана үстел жанындағы орындыққа отырды. Ұзақ уақыт жылаған жоқ, тек отырып қалды. Қалған дүниелерге қарап отырды. Үстел, пеш, күңгірт әйнекті терезе, терезе сыртында қараңғылық біртіндеп қоюланды. Орманда кеш тез түседі. Қаладағыдан әлдеқайда тез. Айдана телефонды алды. Ерланға мекен жайын жазды. Бір ғана сөз қосты. Мені үйден қуып жіберді. Жіберу батырмасын басты. Экранда бір ғана белгі шықты. Байланыс жоқ еді. Айдана орнынан тұрды. Үйді ақырын аралап шықты. Бейтаныс жерде жүрген адамдай. Несі бар, несі жоқ. Соның бәрін түсінгісі келді. Пеш жанады, жақсы. Төсек бар. Сөресінде ыдыстар тұр. Шан басқан, бірақ бүтін. Шкафтың ішінен ескі құрақ көрпе табылды. Өні кеткен, бөтен үйдің иісі сіңген. Новоталиннің иісі бар. Айдана көрпені алды. Төсекке жатты. Киімін шешкен жоқ. Терезе сыртында ештеңе жоқ. Көлік жоқ. Адам дауысы жоқ. Көше шамдары да жоқ. Тек жапырақ арасындағы желдің сыбыры. Суық, бейтарап. Айдана таңға жақын ғана ұйықтап кетті. Есік қағылған дыбыс кенет шықты. Қысқа, нық, іскер, сұрақсыз. Есіктің алдында бір әйел тұр еді. Аласа бойлы, жүдеу, көздері өткір, әжім басқан жүз. Жасы 70-тен асқан, қолында кастроль. Қайрат телефон соқты деді ол, ішке кіріп. Қарап тұр деді. Кастрольді үстелге қойды. Ішінде ыстық сорпа бар. Бу шығып тұр. Әйел айнаға қарады. Бірақ артық қызығушылық жоқ. Тек көзбен шолып шықты. Рахмет деді Айдана. Пешті дұрыс шақтың ба деп сұрады әйел. Бөлмеден көз алмай. Иә деді Айдана. Отын бір аптаға жетеді. Кейін Болаттан сұрарсың. Ол 3 үй әрі тұрады. Ұялма, жақсы адам. Бұл Күлзира еді. Айдана оны айтпай-ақ түсінді. Оның жүзінде аяушылық жоқ. Қалалық адамдар бөтен адамның қайғысын көргенде киетін жасаңды жанашырлық та жоқ. Күлзира жай ғана сорпа келді. Отын туралы сөйлесті. Себебі сол керек еді. Бұл басқа да бір қадір еді. Әдемі аты жоқ қадір. Кетерде ол есік алдында бір сәт тоқтады. Неше ай деп сұрады ол. Артына қарамай. 2,5 ай деді Айдана. Күлзира бас изеді. Онда қыз түскенше мұнда бірдеңе істеп үлгересің деді де сыртқа шықты.
Айдана жабылған есікке ұзақ қарап тұрды. 2 тәулік өткен соң алғаш рет Айдананың кеудесіндегі ауырлық сәл ғана босап кеткендей болды. Жақсарып кеткен жоқ, бірақ бұрынғыдай мүлде төзгісіз күйде емес еді. Ол тіпті жымиғандай болды. Жымиғанға ұқсас бір белгі ғана. Сорпаны ішіп болған соң Айдана ауылдың ішімен баяу жүріп өтті. Қоршаулардың бойымен, қараңғы терезелердің жанынан байланыс ұстайтын жер іздеді. Бақтардың ар жағында, шағын төбеге жақын жерде телефонда бір белгі ғана пайда болды. Соның өзі жеткілікті болу керек. Ол қоңырау шалу батырмасын басты. Қоңырау ұзақ шақырды. 1, 2, 3, 5. Ешкім көтермеді. Сонда ол толық мекен-жайды жазып жіберді. Қарасай ауылының атымен үлкен жолдан қалай жетуге болатынын да көрсетті. Жіберу батырмасын басты. Экранда бір ғана белгі тұрды. Айдана экранға қарап отырды. Ештеңе өзгермеді. Мүмкін телефонның қуаты таусылған шығар. Мүмкін Ерлан қоңырауды естімеген шығар. Әлде Қайрат әлдеқашан керек жеріне хабар беріп қойған болар. Оның керек адамдары қалаған жерінің бәрінде болатын. Мұны Айдана бұрыннан білетін. Тек бұл жағдайдың дәл осылай өз басына келетінін ешқашан ойламаған. Айдана төбеден төмен түсті. Үйге кірген соң әкесі қалдырған конвертті ашты. Ақшаны санап шықты. Артық жұмсаса 3 айға жетеді. Тіпті үнемдесе сәл ұзаққа созуға болады. Ақшаны қайта конвертке салып, курткасының ішкі қалтасына қойды. 3 ай, одан кейін тағы бір амал табылар. Бұл нақты шешім емес еді. Тек әзірге жетуге болатын ең жақын межесі ғана. Әзірге соның өзі жеткілікті болды. Пеш жанбай қойды. Айдана оның алдында тізерлеп отыр. Бір қолында сіріңке қорабы, екінші қолында умаждалған газет. Қалалық адам батырмасын басса да, қосылмай тұрған техника қалай қараса, дәл солай пештің тесігіне қарап отырды. 4-ші сіріңке саусақтарына дейін жанып бітті. Газет оталды. Әлсіз жалын шықты. Бірақ бірден өшіп қалды. Есік алдында тұрған Күлзира ештеңе демеді. Ол көбіне сөзбен емес, іспен көрсеткенді дұрыс көретін. Күлзира жақындап келді. Айдананы иығымен жай ғана ысырып қойды. Қабырға жанында тұрған қайын қабығын алды. Айдана ол қабықтардың тұрғанын бұрын байқамаған еді. Күлзира қабықты конус етіп қойды. Үстіне жіңішке ағаш жанқаларын салды. Бір ғана сіріңке жақты. Ол бірден тұтанып кетті. Жалын жоғары қарай сенімді көтерілді. Әлде қашан шақыруды күтіп тұрғандай. Қайын қабығы, деді Күлзира. Қабық жатқан жаққа бас изеп. Көрдім, деді Айдана. Бірақ шын мәнінде көрмеген еді. Күлзира оған қарап тұрды. Қалалық адам бәрін өзім істей аламын дегенде, ауыл қариялары қарайтын сабырлы күмәнмен қарады. Бірақ ештеңе айтпады. Үнсіз кетіп қалды. Айдана пештің жанында тағы жарты сағат отырды. Ол толық тұтанғанша күтті. Күлзираға емес, өзіне ашуланды. Жасы 22-де, бірақ пешке қалай от жағуды білмейді. Өмірде керек болатын қарапайым білім. 2-ші аптаның соңына қарай Айдана қайын қабағын босқа күйдірмейтін болды. Қарасай ауылы онымен асықпай танысты. Басқа шаруалардың бәрінде солай істейтін сияқты. Ең бірінші болып Болат келді. Өзі келді. Еш себепсіз. Қолында бір құшақ отын бар. Жасы 58 шамасында. Денесі ығым. Қолдары адамның денесімен емес, басқа бір қатты материалдан жасалғандай. Оның артынан ақ ешкі еріп жүрді. Аппақ, көз қарасы зерек. Айдана туралы өз пікірі бар сияқты. Оны жасырмайтын. Болатпын, деді ол, сарайдың жанына отынды тастап жатып. Отын таусылса айт, тағы келіп беремін. Рахмет, деді Айдана. Мен Айданамын, білемін, деді Болат қысқа ғана. Сосын кетіп қалды. Ешкі тағы 1 минут тұрды. Айданаға қарап тұрды. Сосын ол да кетіп қалды. Зәуре апайды Айдана құдықтың жанынан кездестірді. Жасы 65-тер шамасында. Бұрын тіл пәнінен мұғалім болған. Сөйлеген сөзін анық айтуынан бірден байқалады. Әр сөзін анық бөліп сөйлейді. Әдеттегідей түсіндіріп тұрғандай. Ол Айданаға шелекті құдыққа қалай дұрыс түсіру керектігін көрсетті.
шынжырды бұрап алмау үшін қалай жіберу керек екенін айтты. Сөз арасында ауылда бар болғаны 9 адам тұрақты тұратынды айтып өтті. Қыста одан да аз болады. Өйткені Омар ата кейде ұлына кетеді, бірақ қайта оралады. Тыныштықсыз тұра алмайды. Омар атаны Айдана алыстан көрді. Жасы 80 шамасында. Үйінің алдындағы орындықта отыр. Бақшаға қарап отыр. Ештеңе істемейді, тек қарап отыр. Айдана қол бұлғады. Омар ата бас изеді. 9 адам. Айдана бұрын тұрған қаладағы подъезде 45 адам тұратын. Бірақ олардың ешқайсысын атын білмейтін. Әр таң сайын пеш жаққан соң және таңғы ас ішкеннен кейін Айдана төбеге шығатын болды. Телефон әрдайым Ерланмен жазысқан чатта ашатын. Әр хабардың астында бір ғана белгі тұр. Жіберілген, бірақ жетпеген, немесе жеткенімен оқылмаған. Қайсысы жаман екенін Айдана өзі де білмеді. Соған қарамастан жаза берді. Жауап күтеді деп емес, тек көргенін соған айтып үйренген еді. Бүгін ауылдың артындағы орманнан бүлдірген өскен алаңқай таптым деп жазды. Болат ешкінің сүтін берді деп жазды. Дәмі жаман емес екен. Пешті бірінші сіріңкемен жағуды үйрендім. Бұл ешқайда бармайтын күнделік сияқты еді. Сәл оғаш, бірақ онсыз мүлде жалғыз қалғаннан гөрі жеңілдеу. Жауап болмады. Айдананың іші біртіндеп біліне бастады. 3-ші айдың соңына қарай Қарасай ауылында оны байқамай қалу мүмкін емес еді. Айдана да өзі байқады. Бұрын кен тұрған кофта енді түймелеріне тартылып тұр. Сондықтан ол оны соңына дейін түймелейтін болды. Бір күні таңертең Күлзира қысқаған айтты. Дәрігерге бару керек. Осы сөзбен бәрі шешілді. Алып баруға Болат келісті. Өзінің ескі көлігімен, көлік жолдардың бәрімен бірдей ренжесіп жүргендей жүрді. Бірақ олар жетті. Аудан орталығындағы әйелдер консультациясы. Жас дәрігер. Көзге шаршаңқы, барлығы жақсы деді. Жүрек соғысы жақсы, дамуы бір қалыпты. Айдана тыңдап отырды. Бас изеді. Бұрын бәрі жақсы деген сөз қалыпты нәрсе еді. Енді ол жаңалыққа айналды. Жақсы жаңалыққа. Қайтар жолда көлік шұңғырларға соғылып секіріп жүрді. Болат үндемеді. Күлзира терезеге қарап отырды. Қыз болады деді. Күлзира кенет артына бұрылмай. Қайдан білесіз деп сұрады Айдана. Келесі шұңқырда есік тұтқасынан ұстап, ішіне қарап білемін деді Күлзира. Дәрігер жынысын айтқан жоқ қой деді Айдана. Дәрігер көп нәрсені айтпайды деді Күлзира. Әңгіме осы жерде аяқталды. Болат мұртының астынан байқайтпай жымиып қойды. Айдана оны айнадан байқап қойды. Дәптер комодтың төменгі жәшігінде жатыр еді. Ескі зығыр сүлгілердің астында. Уақыттан қатайып кеткен сүлгілердің арасында. Дәптердің қарапайым мектептік тор көз мұқабасы өңі қашып, түсі анық білінбейтін күйге жеткен еді. Айдана оны арнайы іздеп алған жоқ. Тек жәшікті реттеп жатқанда қолына түсті. Ішінде ешқандай сезімге толы жазбалар жоқ екен. Барлығы тек шаруашылыққа қатысты жазбалар. Не егілді, қашан көктеді, қанша өнім жиналды, қандай бағамен сатылды, сандар тізілген бағандар, шөп пен көкөніс атаулары, шетіне ұсақ жазумен жазылған ескертпелер. Биыл 40 қабат гүлдеп кетті. Көрінеді көктем салқын болған. Бал аз жиналды. Дәулеттің омартасы жақын еді. Аралар бір-біріне кедергі жасайды. Арға жесіп бұл жазбаларды шамамен 30 жыл бойы үзбей жүрген сияқты. Күндеріне қарап солай айтуға болады. Айдана оқи берді, тоқтай алмайды. Өйткені бұл қызық болғандықтан емес. Осы құрғақ жазбалардың өзінде бір тыныштық бар еді. Адам не екенін білген, не шығатынын болжаған, есептеп отырған, ойлаған, жазып отырған. Жылдан жылға солай. Тыныштық ішінде, еш куәгерсіз. Оның ішінде бір дұрыс нәрсе бар сияқты еді. Айдана оның не екенін әлі түсінбеді. Бірақ дәптерді қайта жәшікке салмады. Үстелге қойды. Телефон кешке қарай шырылдады. Айдана ыдыс жуып тұрған. Бейтаныс номер емес еді. Тек бұрыштан таныс. Қалайсың деді Гүлмира.
Ол сұрақ қойғандай емес айтты. Өзі де мұндай сұрауға құқығы бар ма жоқ па білмейтін адамдай. Жақсымын деді Айдана, қолын сүлгімен сүртіп. Әкең менің хабарламамды білмейді деді. Сол сөздің ішінде айтылмаған көп нәрсе бар еді. Айдана бір сәт көзін жұмды. Түсіндім деді, жай ғана. Гүлмира біраз үнсіз тұрды. Сосын тағы сұрады. Тамақты дұрыс ішіп жүрсің бе? Иә деді Айдана. Гүлмира тағы біраз үнсіз қалды. Айтатын сөзі бар, бірақ дұрыс сөз таба алмай тұрған адамдай осылай үндемейді. Жақсы деді ол ақыры. Сосын телефонды өшірді. Айдана раковина алдында тұрды. Қолында суы тиген телефон. Терезе сыртында қараңғылық қоюлана бастады. Орман жақтан салқын ауа мен қарағай иісі келіп тұр. Қалада да, мұнда да ештеңе өзгерген жоқ. Бірақ Айдана телефонды ұзақ уақыт қолынан қоймады. Кейін үй іші тынышталғанда және пештің үні кірпіш қабырғаның әр жағынан бір қалыпты гуілдегенде Айдана орындыққа отырып, пештің ашық есігінен отқа қарап отырды. Қолының астындағы іш енді жай ғана іш емес еді. Ішінде бір нәрсе қозғалды. Әлсіз ғана, әрең білінеді. Ұйқыда жатқан адам бұрылып жатқандай. Айдана Ерланды ойлады. Бірақ бұрынғыдай жүректі қысып жіберетін сағынышпен емес, қабырға астында көптен бері тұрған бір сұрақпен ойлады. Ерлан бұл баланы шынымен қалады ма? Ал өзіше, шынымен қалаған ба? Әлде басқа сөз айта алмаған соң ғана қалдырғанмын деді ме? Қазір міне, ауылдағы 9 тұрғыны бар жерде пештің жанында отыр. Ал алақанының астында бала қозғалып жатыр. Бірақ ол сұрақтың жауабын әлі тапқан жоқ. Мүмкін білмеу қалыпты шығар. Айдана терезе алдында дәптерді алды. Сонындағы таза бетке ашты. Қарындашты қолына алды. Ертең деп ойлады. Ертең бірдеңе жазармын. Сосын ұйықтауға жатты. Айдана сол кезде Ерлан оның мекенжайын табу үшін 3 рет әрекет жасағанын білмейтін. Әкесінің де бір әрекет жасағанын білмейтін. Ол туралы кейін ғана біледі. Ал өзі тек аман қалуға тырысып жүрген осы ауылда бәрін өзгертетін бір нәрсе әлде қашан басталып жатқан еді. Бірақ Айдана әзірге ол жаққа қараған жоқ. Егер бұл оқиға жүрегіңе жақын болса, ұнады белгісін қойып пікір жаз. Сонда арна тағы да осындай оқиғаларды айтып дами түседі. Есік баяу қағылды. 3 рет. Екінші мен үшінші соққының арасында кідіріс бар. Есіктің ар жағындағы адам жалғастыру керек пе, жоқ па деп бір сәт ойланғандай. Айдана дәл сол кезде шамды өшірмек болып тұрған. Сағат шамамен 10 болды. Ауыл өлшемімен қарасан, бұл түннің ортасы сияқты. Ол иығына кофтасын іліп, есікке жақындады. Ілгекті ұстады. Гүлзира мұндай кеште келмейді деп ойлады. Болат та келмейді. Есікті ашты. Табалдырықта Ерлан тұр. Қалада Айдана оны базардың жанында көріп үйренген. Асфальттың үстінде, сауда қатарларының арасында, адамдар қозғалысының ішінде. Ол жерде Ерлан көріністің бір бөлігі еді. Ал мұнда қара орман мен сұр қыркүйек аспанның алдында ол бөтен сияқты көрінді. Жолдан шаршаған, беті желден қызарып кеткен, бет сүйектері бұрынғыдан өткір. Бірнеше ай жол оның артық салмағын алып тастағандай. Иығындағы рюкзак, көзі тура қарайды. Кешірім де, қуаныш та жоқ, тек қарап тұр, күтеді. Таптым деді ол, бір ғана сөз. Ол табалдырықтан аттап кірген жоқ, рұқсат күтті. Бұл оның үйі емес екенін білетін адам сияқты. Айдана оған қарап тұрды. Кеудесінде бір түсініксіз сезім бар. Жеңілдік те емес, қуаныш та емес. Ұзақ күткен нәрсе ақыры болғанда адам енді не істеу керек екенін білмей қалатын күй сияқты. Ерланның артында орман қара қабырғадай тұр. Жол жиегіндегі қайындардың жапырағы сарғайып кеткен. Қыркүйек өз күшін көрсетіп тұр. Алыстан бір құстың үні естілді. Айдана шамамен жарты минуттай үндемей тұрды. Сосын есіктен шетке шықты. Ештеңе айтпады. Тек ішке жол қалдырды. Ерлан ішке кірді. Рюкзагын шешіп қабырға жанына қойды. Ұқыппен қойды. Тастамады.
тік тұрды да Айдананың ішіне қарады. 7 айлық жүктілікті жасыру мүмкін емес. Айдана бөлменің ортасында тұр. Кофта сыртынан үлкен үш айқын көрінеді. Ерлан шамамен 3 секунд үнсіз қарап тұрды. Оның жүзінде қорқыныш та жоқ, адасу да жоқ. Бір нәрсе түсіну мен қабылдаудың арасындағы белгісіз күй бар еді. Сосын көзін Айданаға аударды. «Жақсысың ба?» деді жай ғана. «Жақсымын», деді Айдана. Әзірге олар бұл туралы басқа сөз айтпады. Айдана шәйнекті пешке қойды. Қолымен бірдеңе істеу керек еді. Ерлан үстел жанындағы орындықта отырды. Курткасын шешті. Ішінде мойны созылып кеткен жемпір. Шынтағы жыртылған. Шай екеуінің ортасында бейтарап шекара сияқты тұрды. «Айтшы», деді Айдана ақыры. Ерлан кружканы екі қолмен ұстап отыр. Қолдары суық, саусақтарын жылыту үшін ұстап отырғаны байқалды. «Сен кеткеннен кейін бір апта өткенде учаскелік қызметкерлер келді», деп бастады ол сабырлы үнмен. «Алдымен жай сөйлесу болды, кейін тағы бір сөйлесу. Сосын менің төлқұжатым тексеріске түсіп, учаскеде 2 ай бойы тұрып қалды». Ерлан көзін көтерді. «Бұл жай кездейсоқтық емес, Айдана», деді. «Білемін», деді Айдана жай ғана. «Мен облыс орталығына 3 рет бардым», деді Ерлан. «Төлқұжатымды қайтарып алдым». Ол бір сәт үнсіз қалды. «Мен осының бәрімен жүріп жүргенде, сен әлде қашан осында келген екенсің. Мекен жайыңды білмедім. Білетін адамдарды да таба алмадым». Айдана тыңдап отырды. Оның кружканы ұстап отырған қолдарына қарап отырды. 3 ай деп ойлады. Ол төбеге шығып, бір ғана байланыс белгісімен хабар жазып жүрген кезде Ерлан облыс орталығына барып, өз төлқұжатын бөлімшеден қайта-қайта алып жүріпті. Бір себеппен, әр жолы әртүрлі сылтаумен. «Неге жазбадың?» деді Айдана. «Қалай болса да». Ерлан телефонын алып үстелге қойды. Жаңа, арзан. Экранның оң жақ бұрышында жарық бар. «Номер ауысты», деді ол. Алғашқы сөйлескен кезде учаскелік қызметкер телефонды сындырып жіберді. Сосын жаңа телефон алдым. Саған жаздым, бірақ жетпеді. Хабарлар кетеді, бірақ сен жауап бермейсің. Айдана түсінді. Әкесі оның байланыс ақысын төлеп жүрген. Ол бұрын бұл туралы ешқашан ойламаған. Әбден мүмкін, оның номерін сол күні өшіріп тастаған шығар. Қайрат оны үлкен жолмен алып кеткен күні. Кейін Айдана дәрігерге барған кезде аудан орталығында жаңа номер алған. Тіпті кездейсоқ сияқты болды. Гүлзира солай істеген дұрыс деді. Ерлан жаңа номерді білмеген. Айдана алдымен телефонға қарады. Сосын Ерланға қарады. 4 ай. Ол күн сайын Ерланға жазып отырған. Бүлдірген туралы, ешкі сүті туралы, қайын қабағы туралы. Ал Ерлан басқа номерге жазып отырған. Бос кеңістікке. Ол қараңғылықтың ішінде айналып жүріпті. Бір-біріне жетпей. Қаламағандықтан емес, біреу әдейі бағыттарды алып тастағандықтан. Іште бір ауыр сезім қалды. Ашуланған жоқ, ашудан да ауырлау, бірақ сабырлы. «Жарайды», деді Айдана. «Шайды іш, суытып алма». Ерлан түнде қабырға жақтағы кереуетте жатты. Айдана оған сол құрақ көрпені берді. Нафталин иісі сіңген көрпе. Алғашқы түні өзі жамылған көрпе. Өзі шымылдықтың ар жағындағы төсегіне жатты. Ұзақ ұйықтай алмады. Ерланның бірде аунап түсіп, қайта тынышталғанын естіп жатты. Ойлады, бұл сол адам ба? Базар жанында жүрген, автовокзал жанындағы дәмханада отырған, оның көлігінде бірге отырған сол адам ба? Бұл ағаш үйде, пештің жанында, қара орманның ішінде ол басқа адам сияқты көрінді. Жаман да емес, жақсы да емес, тек басқа, бейтаныс. Ол күткеннен сәл көбірек бейтаныс. Бұл жағымсыз жаңалық болды. Таңертең Гүлзира ерте келді. Әдеттегідей сүт әкелді. Құдықтың жанында Ерланды көрді. Ол шелекті ұстап тұр. Құдықтың айналмалы тетігіне қарап тұр. Қалай жұмыс істегендігін түсініп жатыр. Гүлзира тоқтап қалды. Оның қолдарына қарады. Қолдың сырына қарап, адамның қандай адам екенін аңғара алатын адамдардай. Қолдарын жұмысқа үйренген бе деп сұрады. «Иә», деді Ерлан, артына бұрылмай. «Болаттың үйінің шатыры ағып тұр», деді Гүлзира.
3 апта болды. Ерлан шелекті жерге қойды. Оған қарады. Болат қай үйде тұрады деді. 3 үй әрі тұрады деді Гүлзира. Бас изеді де Айданаға қарай кетті. Айдана бұл әңгімені терезеден естіп тұрды. Ерлан бір сәт тұрып қалды. Сосын шелекті көтеріп, суды үйге апарды. Кейін Болаттың үйіне қарай кетті. Айдана терезеден қарап тұрды. Ерлан шатырда жүрген, оның қозғалысы бір нәрсені алғаш рет жасап жатқан адамның қимылына ұқсамайды. Не мәжбүр болған адамның қимылы емес. Ол шатырдың жотасын тексерді. Тақтайларды саусақпен қағып тыңдады. Қажетті жерін асықпай тауып отырды. Нені іздеп жүргенін білетін адамның қимылы. Құралдарды Болаттың сарайынан өз алды. Ешкімнен сұрамады. Қай жерде не тұратынын білетіндей. Болат төменде тұр. Басын жоғары көтеріп қарап тұр. Қолдарының кеудесіне айқастырып алған. Ұзақ үнсіз тұрды. Сосын төменнен айғайлады. Сәл сол жақтан қара. Ол жері тесіліп кеткен. Көріп тұрмын деді Ерлан жоғарғыдан тоқтамай. Болат тағы біраз тұрды. Кейін үйге кіріп кетті. Қайтып шыққанда 2 кружка алып шықты. Біреуін кіреберіс баспалдағына қойды. Бұл оның үнсіз айтқан сөзі еді. Жұмысың дұрыс. Айдана мұның бәрін терезеден көріп тұрды. Ойлады. Түнде рюкзакпен келген Ерлан бөтен адам сияқты көрінген. Ал шатырда ол бөтен емес. Шатырда ол өз орнында тұрған адам сияқты. Мүмкін бір адамның бірнеше орны болатын шығар. Айдана әзірге білмейді. Кешке тағы үстел басында отырды. Картоп пен Зәуре апай келген тұздалған 40 қабат жеді. Үндемеді, бірақ ауыр үнсіздік емес. Әркім өз ойымен отыр. Сөйлесетін ештеңе жоқ. Бір кезде Ерлан қасықты қойды. Мен кетпеймін деді. Ешқандай кіріспесіз. Айдана оған қарады. Ерлан тура қарап отыр. Жалбарыну жоқ, қарсылық жоқ. Ауа райы туралы айтқандай, немесе отын азайып бара жатыр дегендей. Тек ескерту керек факт. Көреміз деді Айдана. Ерлан бас изеді. Қасықты қайталды. Терезе сыртында жел қайындарының басын тербетті. Жапырақтар шайқалып қайта тынышталды. Пештің ішінде от бір қалыпты гуілдеп тұр. Бұл татуласу емес еді. Жарқын бастамада емес. Бұл бір үстелдің басында отырған 2 адам ғана еді. Олар бірін-бірін ойлағандай білмейтінін енді түсініп отыр. Әзірге осының өзі жеткілікті. Болаттың ескі көлігі шұғыл сапарларға арналмаған. Ол басқа нәрселерге арналған. Бұл үлкен айырмашылық. Түнгі сағат 3 шамасы. Айдана артқы орындықта отыр. Бір қолымен есік үстіндегі тұтқаны ұстап отыр. Екінші қолымен Гүлзираның қолын ұстап отыр. Гүлзира үндемеді. Бірақ жылы, пештің кірпіші сияқты берік. Болат топырақ жолымен жылдам айдап келеді. Әр шұңқырда көлік қисаяды. Фаралар қараңғылықты тіліп өтеді. Ерлан Болаттың жанында отыр. Алға қарап отыр. Көзімен жолды түзетіп жіберетіндей. Қанша уақыт жүреміз деді Айдана, демін әрең алып. Бұл сұрақ емес, жай ғана айтылған сөз. 40 минут деді Болат. Кішкентай көлдей үлкен, шалшықты айналып өтті. Үлгереміз деді Гүлзира, артына қарамай. Үлгердік қызым. Айдана мұны кейін білді. Түнгі көлік қабылдау бөліміне тоқтағаннан кейін шамамен 8 сағат өткен соң Гүлзираны оның қасына кіргізуге рұқсат берді. Ерлан дәлізде қалды. Айдана палатаға алып келіп, кеудесіне оралған кішкентай нәрестені жатқызғанда, ол ұзақ уақыт сол қызғылт жүзге қарап отырды. Көздері жұмулы, бет-әлпеті сәл тыржия қалған. Бала бұл дүниеден әлі ерекше әсер алмағандай еді. Айдана жай ғана сыбырлап айтты. Айлин. Ол сөзді алғаш рет дауыстап айтып көрді. Сөз дұрыс орнына түскендей болды. Айдана дәл осындай сезімді күткен жоқ еді. Кинофильмдердегіндей нәзік махаббат толқыны да емес, қайғы да емес. Басқаша бір сезім. Ауыр, нақты, өте маңызды. Біреу оған аса қымбат бір нәрсені тапсырғандай. Енді ол оған өмір бойы жауапты екенін сезінгендей. Ерлан кейін кірді. Кереуеттің жанында біраз тұрды. Айлинге қарады. Айдана оның не айтатынын күтті. Айлин деді Ерлан, жай ғана. Бас изеді.
Бұл шешім онсыз қабылданып қойғандай. Солай болуы дұрыс еді. Алғашқы апталар нағыз шаршататын күрес болды. Тыныш, күндізде, түнде де, ешкім женбейтін күрес. Айлин әр 2 сағат сайын оянатын, дабыл қаққыш сағат сияқты. Түнгі 3 болса да бәрібір. Айдана орнынан тұратын, Ерлан да тұратын. Кейде одан да тез. Кейде Айдана қайта төсекке жатқанда ғана Ерлан көзін ашатын. Түнде олар сөйлеспейтін. Үй ішінде қараңғыда қозғалып жүретін. Жиһаздардың қай жерде тұрғанын жақсы білетін 2 сақ елес сияқты. 3-ші аптада Айдана табақты үстелдің шетіне қойып кетті. Ерлан әдетте құралдарын сол жерге қоятын. Табақ кедергі болды. Ұсақ нәрсе, бірақ Ерлан оны ысырып тастады. Сол қимылда қажеттен артық реніш бар еді. Айдана оны сезді. Айта салсаң болар еді ғой, деді ол жай ғана. Айлинді оятпас үшін сыбырлап айтты. Қазір айтып тұрмын, деді Ерлан да сыбырлап. Бірақ даусы сәл қаттырақ шықты. Олар сыбырласып дауласты. Бұл әрі күлкілі, әрі шаршататын еді. Бір кезде Айдана пысқырып күлгендей болды. Ерлан оған қарады. Сосын өзі де жымиып қойды. Барып ұйықта, деді. Өзің бар, деді Айдана. Екеуі де кетті. Қыз ұзақ болды. Ақша жағынан да ауыр болды. Конверттегі ақша қазан айында бітіп қалды. Ерлан ауыл маңындағы кез келген жұмысты алды. Алдымен Болаттың шатырын жөндеді. Кейін Зәуре апайдың қоршауын түседі. Кейін көрші ауылдағы бір адаммен сарайының шатырын жабуға шақырды. Ақысын көп бермейтін, кейде азықпен төлейтін. Картоп, ұн, май. Бұл жағдай Ерланға ауыр тиетін. Бірақ ол үндемей жұмыс істейтін. Күлзира күн сайын сүт әкелетін, сатпайтын, тек әкелетін. Айдана бір рет ақша бермек болды. Күлзира оған бір қарап еді. Айдана енді ешқашан ұсынған жоқ. Арғы әжесінің жертөлесінен ескі тұздықтар табылды. Шамамен 30 шақты банка, барлығы ұқыпты жазылған, қағазбен белгіленген. Қызанақ, қияр, тосап. Бұл басқа адамның қоры еді. Бірақ желтоқсан мен қаңтарды аман өткізуге көмектесті. Көктем келгенде Айдана өмірінде алғаш рет бақша екті. Арғы әжесінің дәптеріне қарап, жартысы дұрыс шықпады, жартысы шықты. Көктемнен бірге Ерлан үйге шындап кірісті. Алдымен шатырды жөндеді. Қар өз әсерін қалдырған еді. Бір тіреу сәл қисайған. Кейін кіреберістің еденін түзетті. Тақтайлар аяқ астында майысып тұратын. Кейін терезелерді бітеді. 2 әйнекті жанасына ауыстырды. Аудан орталығынан әкелген. Ерлан бәрін асықпай істеді. Оқыппен бір рет жасап ұзаққа қалдыруға үйренген адам сияқты. Болат кейде қарап келетін. Үндемей, қолында кружка, бөренеге отырып бақылап отырады. Бұл оның мақұлдауы еді. Омар ата бір күні сәуір таңында келді. Үйінен шығып олардың ауласына жетті. Қоршауға сүйеніп тұрды. Айдана терезеден көрді. Ол Ерланның тақтайларды қалай қиюлап жатқанын қарап тұрды. Ұзақ тұрды. Қолы алтын екен, деді қария жай ғана. Ешкімге қарамай, сосын қайта жүріп кетті. Ерлан бұрылмады. Бірақ Айдана оның бір сәтке ғана рубан қозғалысын баяулатқанын көрді. Бұл бір нәрсені білдіреді. Ауыл жолымен арбамен де ұзақ жүре алмайсың. Ол жол мүлде соған арналмаған. Айдана Айлинді арнайы матаға орап, арқасына байлап жүрді. Үлкен орамалдан өзі жасаған. Нұсқаулығын төбедегі әлсіз байланыс арқылы интернеттен тапқан. Ол баяу жүретін, қарап жүретін. Бұрын Қарасай ауылына тек уақытша төзу керек деп қарайтын. Енді басқаша қарай бастады. Енді ол қорғанышсыз қарайды. Ауылда басқаша көрінді. Орман бақшасының ар жағынан басталады. Шынайы орман, сынған ағаштармен, саңырауқұлақтармен. Өзен ауылдан 1 шақырым жерде. Болат бір күні сонда алып барды. Су таза, ағысы жылдам, жағасы сазды. Ауылдың ар жағындағы төбелерде аспан кең ашылды. Айдана бір күні сол жерде тоқтап қалды. 5 минуттай қозғалған жоқ. Қалада адамдар мұндай аспанды көру үшін үлкен көл маңына немесе солтүстік елдерге барады.
ал бұл жерде аудан орталығынан 170 шақырым жерде тұр. Ол туралы ешкім көп ойламады. Айдана бірнеше күн ойланды. Бір күні ой сөзге айналды. Кешке Айлин ұйықтап қалған кезде Ерлан үстел басында бір сызба сызып отырды. Айдана айтты: ескі үйлерді туристерге арналған үйлерге айналдырсақ қалай болады? Ерлан басын көтеріп оған қарады. Шынымен айтып отырсың ба деді. Білмеймін деді Айдана, қарасына отырып. Мүмкін. Ерлан үндемеді. Қарындашты қайта қолына алды. Саусақтарының арасына айналдырып отырды. Сызба сызды. Үйлер біздікі емес деді ақыры. Мұрагерлері бар шығар. Келісуге болады деді Айдана. Ерлан тағы үнсіз қалды. Жол жаман деді үстелге қарап. Жолды жөндетуді талап етуге болады деді Айдана. Ерлан басқа ештеңе айтпады. Бірақ сызбасында қайта ашпады. Қарындашты шетке қойды. Қабырғаға қарап отырды. Айдана бұл көзқарасты білетін. Ол ойлап отыр, есептеп отыр, өлшеп отыр. Бөлме ішінде бір нәрсе байқалмай ғана қозғалғандай болды. Сәуірдің басындағы мұздың сәл қозғалғанындай. Айлин қарашаның сонында 1 жасқа толды. Үстел басында 4-еу отырды. Айдана, Ерлан, Күлзира және Болат. Күлзира алма қосылған бәліш әкелген. Ол ауыр қызарып, піскен даршын иісі бүкіл үйге тараған. Болат бұл жолы ешкісіз келген. Бұл өз алдына мерекеге деген құрметтің белгісі еді. Айлин Айдананың тізесінде отыр. Қолындағы ағаш қасықты өте байыпты қарап зерттеп отыр. Айдана үстел басындағы адамдарға қарады. Күлзира бәлішті кесіп отыр. Оның жүзінде әдеттегідей іскер сабыр бар. Ол барлық істі осылай істейді. Болат та тыныш отыра алмайтын адам еді. Ол әлдеқашан терезенің жақтауындағы тығыздағышты қыс түскенше ауыстыру керек екенін айтып үлгерген. 1 жыл бұрын Айдана осы үйге 2 сөмкемен әкесінен қалған конвертпен кірген. Бұл ол бұрын елестеткен мереке емес еді. Басқа үстел, басқа адамдар, бірақ осының ішінде шынайы бір нәрсе бар еді. Еш жасандылықсыз, еш жеңілдексіз, тек шынайы. Жақсы бәліш деді Ерлан, табағына қарап отырып. Білемін деді Күлзира. Терезе сыртында Қарасай ауылы қараңғыланып тұр. 9 адам, 8 үй, бір ғана шұрық тесік жол. Ал бүгін түнде әлі аты да жоспары да жоқ бір ой бар еді. Әдетте барлық істің басталуы дәл осындай жеңіл қозғалыстан басталады. Аудан кітапханасының иісі барлық аудан кітапханалары сияқты еді. Ескі қағаз, линолеум және бір кезде қабырғаны шапталы түске бояуды шешкен адамның ескі шешімі. Кітапханашы шамамен 50 жастағы әйел. Көзілдірігі тізбекті. Айданаға сақ, қызығушылықпен қарап отыр. Көптен бері ештеңеге таңғалмайтын адамдай. Бірақ қазір таңырқап тұр. Экотуризм, агроқонақ үйлер деді ол, көзілдірігінің үстінен қарап. Бізде бар, бірақ аз екен. Аз дегені 3 кітап болып шықты. Бір ауыл туризмі туралы, солтүстік өңірден мысалдар келтірілген. Екіншісі ағаш үйлерді қалпына келтіру туралы. Үшіншісі шағын ғана кітапша, фермерлік шаруашылық пен қонақ қабылдау туралы. Айдана үшеуінде алды. Кешке шам жарығында оқыды. Айлин ұйықтап жатқанда. Ерлан кіреберісте бірдеңе жөндеп отыр. Сол жақтан бір қалыпты сықыр және кейде қысқа ғана анық айтылған сөз естіліп тұрды. Айдана қарындашпен сызып отырды. Беттерін бүктеді. Шетіне белгі қойды. Әдемі емес, асығыс, бірақ ойды жоғалтпау үшін. Түн ортасына қарай шам жарығынан көздері ауыра бастады. Ол соңғы кітапты жапты. Өз жазбаларына қарады. Олар көп еді. Бұл жақсы белгі болатын. Келесі кеште Айдана үстелге таза қағаз қойды. Ерланды шақырды. Ерлан қарындашпен келді. Әлде қашан керек болатынын білгендей. Қарасысына отырды. Айдана кітаптардан түсінгенін айтты. 3 үй, біртіндеп қалпына келтіру, қонақ қабылдау форматы, табиғатқа ең аз араласу. Ол сөйлеп отырғанда Ерлан тыңдап отырды. Бірақ жай тыңдамай есеппен отырғаны байқалды. Сосын қағазды алып сыза бастады.
Әдемі емес, бірақ анық. Сызбалар, қималар, өлшемдер көрсетілген белгілер. Бірінші үйді қалай өзгертуге болатынын көрсетті. Пешті қай жерге қою керек? 2 бөлмені бірдей жылыту үшін. Желдеткіш тесікті қай жерден шығару керек? Моншаны бөлек бөренеден қалай тұрғызу керек? Электрді босқа жеп қоймау үшін. Айдана оның қолына қарап отырды. Қағаз үстінде сенімді қозғалды. Өшірілген жер жоқ. Бұлай ойлап отырып, салатын адам салмайды. Бұлай дайын нәрсені көз алдына көріп тұрған адам салады. Сен мұны бұрын ойлағансың, деді Айдана. Сұраған жоқ, дұрыс айтты. Ойлағанмын, деді Ерлан, қағаздан көз алмай. Айдана оған қарап отырды. Қарасай ауылында тұрған уақытында ол Ерланды әртүрлі күйде көрген. Шаршаған, үнсіз, жұмысқа берілген. Бірақ дәл қазіргідей жүзінде түрі қызығушылық бар күйін сирек көрген. Мүмкін алғаш рет. Олар түнгі 1-ге дейін отырды. Таңертең Айдана ауыл әкімдігіне барды. Ғимарат 9 тұрғыны бар ауылдағы әкімдікке дәл келетін ғимарат еді. 1 қабатты, бояуы онып кеткен, кезінде сарғыш түске боялған. Сыртындағы жазуда бір әріп, бір ғана бұрандамен ілініп төмен қарап тұр. Ішінде 25-тер шамасында жас маман отыр. Жейдесі басқа қызметке айналғандай тым ресми. Кейпі мұнда кездейсоқ келіп қалған адам сияқты. Айдана бәрін түсіндірді. Бос тұрған үйлер, ұзақ мерзімді жалға алу, шаруашылық мақсатта рәсімдеу. Жас маман оған қарап отырды. Әр сөзімен бірге абдырауы көбейіп отырды. Теорияда шешілетін мәселе, бірақ өзі қалай шешілетінін білмейтін адам сияқты. Бұл қиын, деді ол ақыры, басын қысып. Ауданға бару керек. Түсіндім, деді Айдана. Қай бөлімге? Аудан әкімдігі 3 қабатты ғимарат екен. Жаңа салынған қабырға, кіре берісте күзетші, қажетті кабинеті 2-ші қабатта екенін айтты. Есігінде жер мен мүлік қатынастары бөлімі деген жазуы бар. Ішінде 40-тар шамасындағы ер адам отыр. Шашы сирек, қарсы отырған адамға тура емес, сәл жанынан қарайтын әдеті бар. Құжаттарды алды, жүгіртіп қарап шықты. Сосын басын көтерді. Қайрат қызы, деді ол. Айдананың тегін айтып тоқтады. Сен Қайратқа туыс емессің бе? Жоқ, деді Айдана. Ол бір сәт қарап отырды. Тегі бір нәрсені еске салғаны анық. Бірақ ол сұрақты әрі қарай қазбаламады. Мұндай қызметтегі адамдар қай жерде сұрамаған дұрыс екенін жақсы біледі. Жақсы, деді ақыры. Құжаттарды қабылдады. Айдана сыртқа шыққанда терең демалды. Қорыққан жоқ. Тек сөйлескенше тынысын ұстап тұрғанын енді байқады. Бірінші үйдің мұрагерлерін ол 2 ай жазысқаннан кейін тапты. Облыс орталығындағы бір отбасы. Үйдің бұрынғы иесінің алыс туыстары. Олар Қарасай ауылына бірде-бір рет келмеген және келуді де жоспарламаған еді. Ол үйдің иелерінің бір ғана тілегі бар еді. Үй құламаса болды және артық жүк болып тұрмаса болды. Айдана олармен телефон арқылы сөйлескен жоқ. Өзі барып кездесті. Бәрін өзі барып түсіндірді. Ұзақ мерзімді жалға алу, жөндеуді өзі жасайды. Ақысын бөліп алады. Үй қараусыз қалмайды, деді. Олар бір-біріне қарап қалды. Бас изеді. Құжаттарға қол қойды. Ерлан келесі аптада жұмысқа кірісті. 3 апта бойы жалғыз істеді. Кейін Болат өз шаруаларын бітірген соң келе бастады. Алдымен 1 сағатқа, кейін жарты күнге дейін. Ешкім шақырған жоқ, тек қарап жүрді. Бір күні балтаны өзі алып жұмысқа кірісті. Мамыр айына қарай үй дайын тұрды. Жаңа емес, бірақ тірі үй сияқты. Күлзира үйді сыртынан айналып шықты. Терезелерге қарады. Кіре берістегі бөренені қағып көрді. Мықты, деді ол Ерланға. Бұл оның бағасы еді. Алғашқы қонақтар маусымның басында келді. Облыс орталығынан келген жас жұп. Екеуінде арқасында рюкзак. Балалары жоқ. Ұзақ уақыттан кейін еркіндікке шыққан адамдар сияқты. Айдана үйді көрсетті. Құдық қай жерде екенін айтты. Монша қалай жұмыс істейтінін түсіндірді. Қонақтарға кедергі болмайтынын айтты. Олар бас изеді. Айқын жеңілдік байқалды. 2 күн тұрды.
кетерде қысқа ғана қоштасты. Айдана тек қолын қысып үлгерді. Ол мұны сәтсіздік деп ойлады. 2 күнде дұрыс сөйлескен де жоқ. Мүмкін бірдене дұрыс емес шығар. 1 аптадан кейін хабарлама келді. Броундау сайтындағы пікір. Айдана 1 ай бұрын үмітсіз тіркеген еді. Қалада ақшаға сатып ала алмайтын тыныштық. Орман дәл табалдырықтан басталады. Нағыз монша сән үшін емес. Иелері мазаламайды. Ең бастысы осы. Біз тағы келеміз. 5 жұлдыз. Айдана пікірді дауыстап оқыды. Ерлан терезе жанында ағаш дайындамасын ұстап отырды. Ол 2 апта бойы бейне жазбалар арқылы ағаш оюды үйреніп жүрген. Телефон кружкаға сүйеленген. Саусақтары абай қозғалды. Пышақ жұқа жонышқа түсіп жатты. Олар тыңдап отыр, бірақ қолын тоқтатпайды. Иелері мазаламайды деп қайталады Айдана, телефонды қойып. Біз ерекше естене жасаған жоқпыз, бірақ оларға дәл осы ұнады. Демек дұрыс істегенбіз, деді Ерлан, көзін ағаштан алмай. Дұрыс, Айдана. Біраз үнсіз отырды. 2-ші үйді алу керек. Мұрагерлері бар ма? Іздеп жүрмін. Ерлан пышақты қойды. Жонқа еденге түсті. Ол Айданаға қарады. Одан кейін не болады деді. Одан кейін тағы болады деді Айдана. Ерлан дайындаманы көтеріп көзін сығырайтып қарап шықты. Бір жері ұнамаған сияқты. Пышақты қайта алды. Жонқа тағы еденге сырғып түсті. Терезе сыртында Қарасай ауылы үнсіз тұр. Әзірге мұнда бір нәрсе басталғанын ешкім білмейтін. Ал сол уақытта қалада Айдананың әкесінің жағдайы қиындай бастады. Ол әлі білмейтін еді, бірақ оның жағдайын құтқаратын шешім әлде қашан бар болатын. Ол орман арасындағы осы аулада өсіп келе жатты. Ол оны бір кезде жер аудару сияқты жерден көрген. Үлкен қаладан келген бір отбасы маусым айында келді. 3 чемодан, велосипед, 5 жас шамасындағы бала. Бала бірінші болып орманға жүгірді. Қайтып келгенде қолында қоныс бар еді. Олар жазға жалға алғаны бірден түсінікті болды. Күзге дейін қалатындығын Айдана күтпеген. Қазан айында ер адам өзімен сөйлесуге келгенде одан да таң қалды. Біз мұнда бір жола қалуды ойлап жүрміз, деді ол. Кружканы 2 қолымен ұстап, өзенге қарап. Мен қашықтықтан жұмыс істеймін. Әйелім де солай. Мұнда интернет бар ма? Шатырдағы күшейткіш жақсы жұмыс істейді, деді Айдана. Кептелісте отырғаннан әлде қайда жақсы екен, деді ол. Айдана сол әңгіме туралы ұзақ ойланды. Қарасай ауылы бұрын бір адамнан айырылып, біртіндеп жоғалып бара жатқан. Енді адамдар кері бағытта келе бастады. Тағы да бір-бірден. Бірақ бұл бәрі-бір жаңа нәрсе еді. Айдана аудан орталығында барлық құжаттарды рәсімдеді. Кезекте тұрды. Мөр басылды, қол қойылды. Сол жерде байланыс күшейткішін де сатып алды. Байланыс дүкеніндегі сатушы орнату сызбасын түбіртектің артына салып берді. Ерлан антеннаны шатырдың жотасына жарты сағатта орнатып қойды. Үйде интернет пайда болды. Өте жылдам емес, бірақ тұрақты. Фотосурет жүктеп, броундауға жауап беруге жеткілікті. Нағыз қызық содан кейін басталды. Айдана әлеуметтік желідегі парақты өзі жүргізді. Маркетологсыз, әдемі, артық сөздерсіз, тым мінсіз көрінетін фотосуретсіз. Ол тек көргенін түсірді. Таңғы тұман, өзен үстінде, Айлин бақша жанында кішкентай себет ұстап тұр. 3 жаста, беті байсалды, қолында жидек. Ерланның қолдары бөренеде, жонқа, мозоль, нақты қозғалыс. Ол қысқа жазады. Леп белгісін қолданбай. Адамдарға ұнады, өйткені әдемі болғандықтан емес, шынайы болғандықтан. Жазушылар баяу көбейді, бірақ әр 2-ші адам жеке хабарлама жазды. Мұнда шынымен келуге болады ма деп. Айдана әрқайсына өзі жауап берді. Қысқа әрі нақты. Монша 2-ші жаздың басында дайын болды. Ерлан оны 3 ай бойы салды. Бұл жай монша емес еді. Ол пішінін өзі ойлап тапты. Ескі солтүстік ағаш үй мен бұрын еш жерде көрмеген бір нәрсенің арнасы сияқты. Бұрыштары шексіз байланысқан. Шатыр сызығы ескі ғибадатханаларға ұқсас, иілген пышақтай жіңішке.
Терезе шатырының дәл астында. Айдана суретке түсірді. Бір ғана сөзбен жариялады. Дайын. Бұл жазба бұрынғылардың ешқайсындай тараған жоқ. 2 аптадан кейін Ерланға бейтаныс адамдар жазды. Көрші аудандағы саяжай иелері осындай монша салуды қалайды. Талқылауға дайын. Ерлан кешке Айданаға жазысқан хаттарды көрсетті. Ештеңе айтпай телефонды үстелге қойды. Бар, деді Айдана. 2 аптадан кем болмайды, деді Ерлан оған қарап. Білемін, деді Айдана. Ерлан кетті. Кейін қайта келді. Кейін тағы кетті. Келесі тапсырыс облыстан болды. Айдана бәрін өз атқарды. Ол мұндайға үйренген еді. Қонақтарды қарсы алды, сұрақтарға жауап берді. Ұсақ жөндеулерді өзі жасады. Кешке Айлинді Гүлзирадан алып келді. Тамақтандырды, ұйықтатты. Арға жесінің дәптеріндегі жазбалар көбейе түсті. Істер көбейді, міндеттер көбейді. Ерлан екінші рет келгенде үстелге ақша қойды. Жақсы ақша. Қонақ үйден бір айда түсетін табыстан да көп. Айдана ақшаларға қарап жайған айтты. Менде жұмыс істеп жүрмін. Білемін, деді Ерлан отырмай тұрып. Онда сен неге мұнда қонақ сияқты жүрсің, деді Айдана, даусын көтермей. Ерлан жауап берген жоқ. Курткасын іліп қойды да қолын жууға кетті. Әңгіме 2 күннен кейін болды. Олар әдейі уақыт таңдағандықтан емес. Айлин әдеттегіден ертерек ұйықтап қалды да екеуі үнсіз үстел басында қалды. Бұл үнсіздікті ешқандай жұмыс толтыра алмайтын еді. Сен кетіп жүрсің, деді Айдана. Әр жолы өз өмірің бар сияқты, ал менде басқа өмір бар сияқты. Ерлан кружканы ұстап отырды. Үстелге қарап ұзақ үнсіз қалды. Айдана оның сылтау іздеп отырғанын емес, шындықты іздеп отырғанын түсінді. Мен қорқамын, деді ол ақыры, көзін көтермей. Егер өзім ақша таба алмасам, бұрынғы күйіме қайта түсем бе деп қорқамын. Ештеңесі жоқ адам болып қаламын ба деп қорқамын. Біреудің аяушылығымен ғана ұстап тұрған адам сияқты. Айдана оған қарап отырды. Сені ешкім аяушылықпен ұстап отырған жоқ, деді ол. Білемін, деді Ерлан. Бірақ оны өзім сезінуім керек. Сен айтқандықтан емес. Айдана үнсіз қалды. Бұл шындық еді. Қолайсыз, бірақ шындық. Түсінуге болады. Бірақ бұл шындық ештеңені бірден шешпейді. Жақсы, деді Айдана ақыры. Бірақ алдын ала айтып отыр. Маған жоспар құру керек. Ерлан бас изеді. Сол әңгімеде алғаш рет көзін көтеріп қалды. Терезе сыртында желден жапқыш сықыр етті. Екеуі де орнынан тұрып оны жабуға бармады. Гүлзира қыркүйекте ауырып қалды. Қатты емес, бірақ аурулау. Қызуы көтерілді, әлсіреп қалды. Тұру қиын болды. Айдана күн сайын барып жүрді. Тамақ апарды, су ауыстырды. Қарт әйел қалғып кеткенше жанында отырды. Бір күні Гүлзира ұйықтамады. Төбеге қарап жатты. Бір нәрсе туралы терең ойлаған адам сияқты. Жақсы болды. Сен кеткен жоқсың, деді ол кенет. Айдана кружканы қойып басын көтерді. Неге деп сұрады. Сен болмасаң бұл ауыл тағы 1 жыл ғана өмір сүрер еді, деді Гүлзира. Төбеге қарап. Мүмкін 2 жыл. Сосын бәрі бітетін еді. Енді өмір сүрмейді. Айдана ойланып отырды. Бір дұрыс сөз айту керек сияқты еді. Бірақ Гүлзира көзін жұмып үлгерді. Сәт өтіп кетті. Айдана бос кружканы алып жуып келді. Айлин қараша айында 3 жасқа толды. Дәл сол күні таңертең алғашқы қар түсті. Қағаздай жұқа, түске қарай еріп кетті. Қыз аулада резеңке етікпен жүгіріп жүр. Курткасының қалтасында бір нәрселер салып жүр. Не екені белгісіз. Өзі де нақты білмейтін сияқты. Ол көп сөйлейді, жылдам сөйлейді. Бір ойдан екінші ойға тез ауысады. Сөздері әлі жетіспейтін кішкентай адам сияқты. Бірақ айтуға деген құлшынысы көп. Айдана кіреберісте тұрып қарап тұрды. Әкесін ойлады. Ауырсынбай ойлады. Тек бар шындықты ойлағандай. Қайрат осы қызды бір ретте көрген жоқ. Қызы да ол туралы ештеңе білмейді. Мүмкін бұл дұрыс емес шығар. Бірақ бұл трагедия емес. Тек солай болды. Бір адам 3 жыл бұрын бір шешім қабылдады. Айлин аула ортасында тоқтап қалды. Анасына қарады. Анашым, деді, байыпты түрде. Мұнда құрт бар. Қайда деп сұрады Айдана.
Міне деп Айлин қалтасын көрсетті. Айдана жақындап қарап еді, қалтасында дымқыл күзгі жапырақ жатыр, ал құрт жоқ сияқты. Мүмкін кетіп қалған шығар, деді Айдана. Айлин ойланбастан бас изеді, сосын қайта жүгіріп кетті. Айдана оның артынан қарап тұрды. 3 жыл деп ойлады ол. 3 жыл бұрын ол бос үйде қолында конвертпен тұрған. Сол кезде бәрі аяқталғандай көрінген. Ал шын мәнінде бәрі енді ғана басталған екен. Ол бастамасының ол кезде аты жоқ еді. Қазір бар. Қарасай қонысы, 4 үй, 1 ағаш, шеберлік іс. Көрші ауданнан тапсырыс алатын шебер. 9 тұрғын. Көп ұзамай одан да көп болады. Ал осы жерден 175 шақырым жерде Айдананың әкесі бар. Ол туралы Айдана әлі байыппен ойлаған жоқ. Ал Қайраттың жұмыс бөлмесі бұрын әр нәрсе өз орнында тұратын бөлме еді. Қазір де солай, бірақ сезім өзгерген. Қапшықтар сол, үстел сол, терезеден көрінетін аула сол. Бірақ Қайрат креслода отыр. Оның аяғының астындағы еден баяу болса да қисайып бара жатқандай. Үлкен қаладан келген инвесторлар 3 күн бұрын келген. Сыпайы сөйлеген, бірақ көзқарастары өткір. Оларға негізгі нысан керек екен. Шынайы нәрсе, жасандық емес. Қазірдің өзінде жұмыс істеп тұрған. Адамдар айтып жүрген орын. Біз Қарасай ауылы туралы естідік, деді олардың. Бастысы үстелге қағаздарын жайып. Ағаш үйлер, эко-қоныс, табиғи шаруашылық. Бұл сіздің ауданда ма, деді ол. Біздің ауданда, деді Қайрат. Біз олармен тікелей жұмыс істегіміз келеді, деді инвестор. Немесе басқа өнер табамыз. Қайрат қағаздарға қарап отырды. Бір қағазда моншаның суреті бар еді. Шатыр иленген, шатыр астында кішкентай терезесі бар. Бұл суретті ол бұрын көмекшісінің телефонынан көрген. Аймақтық әлеуметтік желілерді бақылап отыратын көмекші көрсеткен. Бірақ сол кезде мән бермеген. Құжаттағы басқарушының тегі Қайрат қызы дегені де оны ойландырмаған. Мұндай тектер көп. Енді ол суретке қарап отыр. Ішінен өзі барамын деп шешті. 3 сағат үлкен жолмен жүрді. Бұл жолды ол жатқа біледі. Кейін топырақ жолға бұрылды. Асфальт осы жерде аяқталады. Алдында 10 жылдан бері жөнделмегендей шұңқырлар басталды. Қайрат жылдамдығын азайтты. Көлік баяу шайқалып жүрді. Қарасай ауылын ол төбеден көрді. Ол не көрінетінін жақсы білетін. 8 үй. Соның 3-еуінде ғана адам тұрады. Бір көшпелі топырақ жол, бақшалар. Ол қызын 4 жыл бұрын осы жерге өзі әкелген. Сол көріністі соңғы рет артқы әйнектен қарап кеткен. Бірақ қазір көргені оның есінде қалған көрініске ұқсамады. 4 үй анық, тіршілік бар сияқты. Ұқыпты, қоршаулары боялған. Терезе жақтаулары жаңартылған. Бақшалары реттелген. Көшенің арғы шетінде тағы 2 үйде жөндеу жүріп жатыр. Ауыл сыртындағы төбеде бір құрылыс тұр. Қайрат алдымен оны шағын мешіт шығар деп ойлады. Сосын жақындап қарады. Монша, дәл сол суреттегі монша. Ол көлігін тоқтатты. Түсіп баяу барды. Моншаның айналасын асықпай айналып шықты. Қайрат алақанын бөренелердің бұрыштық қосылған жеріне тигізді. Бірде бір жеге қолданылмаған. Ағаштар соншалық дәл қоюластырылған екен. 2 бөрененің арасынан тырнақ та өтпейді. Мұндай тәсіл бар екенін ол білетін. Кітаптан оқыған, суреттерден көрген. Бірақ тірі көзбен ешқашан көрмеген еді. Ол басын көтеріп шатырдың жотасына қарады. Иілген сызық. Дәл астында кішкентай ғана терезе. Бірақ бүкіл пішінге соншалық үйлесіп тұр. Мұны кім салса да оның қолы. Қайрат соңғы 20 жылда жұмыс істеген кез келген мергердің қолынан шебер екенін бірден білді. Негізгі үйдің қақпасында шағын ағаш тақтайша ілулі тұр. Әріптері күйдіріліп жазылған. Ұқыпты, артық, сәнсіз. Қарасай қонысы, басқарушы Айдана Қайрат қызы. Қайрат сол тақтайшаға қарап, қажет болғаннан ұзақ тұрды. Айдана Қайрат қызы. Ол түрлі нұсқаларды ойынан өткізіп тұрды. Бірақ жауапты әлде қашан білетін. Тек уақытты созып тұр. Сосын қақпаны итеріп ішке кірді. Негізгі үйдің ішінде шағын бөлме бар екен. Кеңсе сияқты.
Үстел, 2 орындық, қабырғада папкалар тұрған сөрелер. Бір қабырғада аудан картасы, белгілер қойылған. Үстелдің артында бір әйел отыр. 5 жыл өтті. Қайрат мұны ақылмен түсінді, бірақ оны көруге дайын болмаған екен. Айдана оған тура қарап отыр. Жек көру жоқ, ауырсыну жоқ, тек қарап отыр. Көптен күткен адам кенет келгенде, адам қалай қарайды? Солай, жұмыс күні келген қонақ сияқты. Ол орнынан тұрған жоқ. Қайрат есік алдында тұрды. Қай сөзден бастарын білмеді. Ол кез келген әңгімені бастай алатын адам еді. Сен осында басшысың ба деп сұрады ақыры. Даусы өзі күткеннен де тыныш шықты. Иә деді. Айдана, бұл сенің жобан ба? Біздің жоба. Ерлан екеуміздің деді ол. Дәл сол сәтте есік ашылды. Ішке жұмыс киіміндегі ер адам кірді. Қолдары ағаш шонқасына толы. Қайратты көрді. Есіктің алдында тоқтап қалды. Қорыққан жоқ, ашуланған да жоқ, тек тоқтап қарап тұрды. Қайрат та оған қарады. Сол қолдарға қарады. Төбедегі моншаны салған дәл сол қолдар. Ешкім шамамен 3 секунд ештеңе айтпады. Ерлан деді Айдана жай ғана. Бұл менің әкем. Ол жұмыс мәселесімен келді. Ерлан бас изеді. Бөлменің бұрышындағы қол жуатын жерге барып, қолын жуа бастады. Оларға арқасын беріп тұр. Бірақ Қайрат оның әр сөзді тыңдап тұрғанын сезді. Қайрат іскер үнмен сөйлей бастады. Басқа үн қолдана алмады. Инвесторлар, әріптестік, үлкен қаржы, инфрақұрылым, дамыту, жақсы шарттар, ортақ қызығушылық. Сөйлеп отырып Айданаға қарап отырды. Айдана қолында қалам ұстап тыңдап отыр. Әзір жазып жатқан жоқ, тек ұстап отыр. Басы сәл қисайған, көзі мұқият. Қайрат бір сәтте басқа бір нәрсе пайда болады деп күтті. Қызының белгісі, реніш, ескі оқиға, бірақ ештеңе шықпады. Ол оны келіссөздегі серіктестер сияқты тыңдап отырды. Бұл Қайратты одан сайын шатастырды. Егер ол айқайласа, жеңілірек болар еді. Шарттарды мұқият қарау керек деді Айдана. Ол сөзін аяқтағанда, біз үшін қоныстың басқаруы өз қолымызда қалуы маңызды. Мұны талқылауға болады деді Қайрат. Жақсы деді Айдана. Қаламды үстелге қойды. Бізге ойлану керек. Қайрат басқа жауап күтті. Келісім. Өйткені ұсыныс тиімді. Бас тарту. Өйткені ол оның әкесі. Мүмкін көз жас. Бірақ мұндай тыныш жауап емес. Бізге ойлану керек дегені оны кез келген басқа адам сияқты қабылдаған еді. Жақсы деді ол. Қонақтарға арналған бос үй бар деді Айдана. Көшенің екінші шетінде. Күлзира көрсетеді. Үй дәл сол бірінші жөнделген үй екен. Қайрат оны білмеді, бірақ сезді. Мұнда ағаш басқаша тыныстайды. Қала үйлеріндегіндей емес. Жылу жақсы сақталады. Еден әдеттегі жерлерде сықырламайды. Мұны жасаған адам ойланып істеген. Қайрат терезе жанындағы орындыққа отырды. Терезе сыртында ол қараңғыланып бара жатты. Үйлердегі шамдар, мұражалардан шыққан түтін, көшенің шетінде төбедегі моншаның қара силуэті. Ол шамамен 10 шамасында жатып көрді, бірақ ұйықтай алмады. Жоңқаға толы қолдарды ойлады. Шегесі сығылған моншаны ойлады. 4 жыл бұрын Айдананы дәл осы жолмен өзі алып келгенін ойлады. Сол төбеден өткенін, сол кезде бұл жаза сияқты көрінгенін. Ол төбеге қарап жатты. Төбе тегіс, бөренелер ұқыпты қиылған, еш санылау жоқ. Ертең әңгіме болады. Қайрат әңгімеге дайындала алатын адам еді, бірақ дәл неге дайындалатынын білмеді. Айдана оны таңғалдырды, ал ертең оны немен таңғалдыруға болатынын өзі де білмеді. Терезе сыртында Қарасай ауылы үнсіз жатыр. Қайрат тыныш бөлмеде жатыр. Өзінің учаскелік арқылы қуып жіберген адамның үйінде. Ертең сөйлесу болады. Ол әлі білмейді. Айдана шешімін әлдеқашан қабылдап қойған. Және бұл шешім оның қорыққан шешімі де болмайды. Үміттенген шешімі де болмайды. Таңертең ауыл үстін тұман, қалың жауып тұрды. Көшенің арғы шеті мүлде көрінбейді. Қарасай осы жерден әрі жоқ сияқты. Қайрат ерте шықты. Үйлерде әлі қозғалыс жоқ. Ол кіре берісте біраз тұрды. Терең тыныс алды. Ағаш иісі, қарағай иісі,
ылғал топырақ иісі. Қаланың ауасы емес, басқа ауа. Ол көшемен жай жүре бастады. Қолдарын қалтасына салған, мақсатсыз. Болат тұман арасынан ешкі жетектеп шыға келді. Асықпай жүріп келеді. Қайратты көріп қысқа ғана бас изеді. Көршіге бас изегендей, сосын өтіп кетті. Қайрат артынан қарап тұрды. Болат оның кім екенін білмейді. Болат үшін ол жай ғана қонақ үйде түнеп шыққан адам. Қарапайым адам болып тұрғанын сезу Қайратқа күтпеген нәрсе болды. Үйдің бұрышынан кенет кішкентай қыз жүгіріп шықты. Резеңке етік, үлкен, курткасының қалтасындағы қоянның суреті бар. 3 жаста шамасында. Қайратты көріп тоқтап қалды. Байыпты қарап тұр. Кішкентай балалар бейтаныс адамға қалай қарайды? Солай. Сен әкеме келдің бе деп сұрады үскер үнмен. Қайрат аузын ашты, сосын қайта жапты. Қыз жауап күтіп тұр. Сол сәтте бұрыштан Күлзира шықты. Тез шықты. Қай жаққа қарау керегін алдын ала білгендей. Күлзира Қайратты көрді де қыздың қолынан ұстап үнсіз алып кетті. Ештеңе түсіндірген жоқ. Тек оған қарады. Ұзақ қарады. Сол үнсіз қараста оның ойлағанының бәрі бар еді. Бірақ дауыстап айтатын бірде-бір сөз жоқ еді. Ол қызды жетектеп алып кетті. Қайрат көшенің ортасында жалғыз қалды. Айнала тірі ауыл еді. Мұражалардан түтін шығып тұр. Бақшалар бар. Үйлердің терезе жақтаулары жанарған. 4 жыл бұрын өзі өлуге жіберген ауыл. Өзі салмаған ауыл. Бірақ ол ауыл оның көмегінсіз тірі қалған. Тіпті оған қарамастан тіршілік етіп жатқан сияқты. Қайрат мұны нақты сөзбен айтқан жоқ. Ол тек тұрды. Ішінде ауыр, әрі жайсыз бір сезім тұрды. Оған жақсы атау табылмайтын. Кеңседегі үстел басында үшеуі отырды. Айдана құжаттарды жинап қойды. Басылған қағаздар, аудан картасы, сандар жазылған кесте. Бәрі реттелген. Бәрі қол жетер жерде. Қайрат қарап отырып ойлады. Ол бұған кешеден бастап дайындалған. Ол түні бойы төбеге қарап ұйықтай алмай жатқанда. Айдана дайындалған. Әріптестік болу мүмкін деді Айдана. Құжаттардан көз алмай. Бірақ шарттар біздің талап бойынша. Біріншіден, қоныстың толық басқаруы бізде қалады. Екіншіден, ауыл ешкімнің меншігіне өтпейді. Инвестордың да, ауданның да. Үшіншіден, барлық құрылыс шешімдері Ерланмен келісіп жасалады. Қайрат тыңдап отырды. Бас изеді. Отбасылық түрде біз деп бастады ол. Біз қазір бизнес туралы сөйлесіп отырмыз деді Айдана. Бір қалыпты үнмен. Бұл жай ғана факт еді. Қайрат үнсіз қалды. Ерлан қасында отырды. Үнсіз, картаға қарап отырды. Сосын басын көтеріп айтты. Егер инвесторлар келсе, жол керек. Қалыпты кіреберіс жол. Бұл ең бірінші шарт. Болғанның бәрінен бұрын Қайрат бас изеді. Мен бұл туралы ойлағанмын деді ол. Ерлан да бас изеді. Қайтадан картаға қарады. Оның үшін әңгіме аяқталды. Негізгі келісімге келді. Қағазсыз. Алғашқы қадам. Қалғаны кейін. Қайрат қағаздарын жинады. Қызына қарады. Жақсы жоба екен деді. Білемін деді Айдана. Ерлан орнынан тұрды. Орындықтың арқасынан курткасын алды. Тыныш қана шығып кетті. Ешқандай көрсетілімсіз. Әңгіме аяқталды. Жұмыс бар. Қайрат орнынан тұрған жоқ. Жабылған есікке қарап отырды. Кейін Айданаға қарады. Айдана қағаздарды папкаға салып жатыр. Оқыпты. Бірінен кейін бірін. Терезе сыртында Ерланның шатырға көтеріліп бара жатқан дыбысы естілді. Саты сықырлады. Тақтайлар дыбыс берді. Қалайсың деді Қайрат ақыра. Айдана басын көтерді. Жақсымын деді. Көріп тұрсың ба деді Қайрат. Ол шынымен көріп тұр еді. Дәл сол нәрсе ең қиыны болды. Мен сені бір айдан кейін қайтып келесің деп ойладым деді ол үстелге қарап. Білемін деді Айдана. Мен сен деп бастады ол. Тоқтап қалды. Қайта бастады. Мен ойладым. Сөзін аяқтамады. Айдана оған қарады. Ашусыз, жеңгендей кейіпсіз. Тек әлде қашан ауыр нәрсені қабылдап қойған адамның көз қарасымен. Әке деді ол. Мен бәрі жақсы деп көрсетпеймін. Бірақ не жаман болғанын түсіндіріп те отырмаймын. Сен өзін білесің. Қайрат бас изеді. Білемін деді. Айлин менің қызым деді Айдана. Сенің немерен. Сен келгін келсе келе аласың.
Бірақ бастық болып емес, адам болып кел. Қайрат терезеге қарады. Көше көрінді, бақша, тұман тарап кеткен, күн көтерілген. Анан оны көргісі келеді деді ол жай ғана. Келе берсін деді Айдана. Ол орнынан тұрды, папканы алды, сөреге бір қағаз қойды. Сол қимылмен әңгіме аяқталғанын білдірді. Дөрекі емес, тек аяқталды. Бұл қабырға емес еді, шекара еді. Қайрат айырмашылығын түсінді. Ол заттарын тез жинады. Сөмкесі кішкентай еді. Көп нәрсе жинаудың қажеті жоқ. Сыртқа шықты. Көліктің сүк шалғышын ашты. Ағай, сіз тағы келесіз бе деді Айлин, қоршау жанында тұрып. Таңертеңгі етігімен, сол байыпты жүзбен қарап тұр. Қайрат оған қарады. Қызылдау шашы қалпағынан шығып тұр. Көзі байсалды. Я деді ол. Ағай деп түзеткен жоқ. Бірден бәрін айту тым көп нәрсе болар еді. Қазір емес. Айдана үйдің есігінің алдында тұрды. Қолын айқастырып алған. Қорқытып тұрған жоқ. Тек тұр. Көлікке дейін шығарып салған жоқ. Шатырдан балға дыбысы естілді. Ерлан жұмыс істеп жатыр. Біраздан кейін дыбыс тоқтады. Жоғарғыдан қолын қысқа ғана көтеріп белгі берді. Қайрат көрді, ескерді. Ерлан қайтадан жұмысына кірісті. Қайрат көлікке отырды. Артқа айнаға қарады. Ауыл көрінді. 4 түтімді үй. Шеткі үйдің мұражасынан түтін шығып тұр. Айлин қоршау жанында қол бұлғап тұр. Ауыл сыртындағы төбеде иілген шатырлы монша. Көлік қозғалды. Дөңгелектердің астында топырақ, жол сықырлады. Кейін жол тегістелді. Кейін асфальт басталды. Кейін үлкен жол. 175 шақырым артта. Айдана үйге кірді. Айлин әлде қашан ішінде жүр. Кітап сұрап жатыр. Айдананың жеңінен тартып диванға бармақ. Сабырлы таусылған адам сияқты. Айдана отырды. Сөреден кітап алды. Мұқабасында түлкі бейнеленген. Айлиннің сүйікті кітабы. Ашты. Айлин қасына келіп иығына сүйенді. Жарты сағаттан кейін Ерлан келді. Қолын жуды. Үстелге отырды. Қалай болды деді ол. Келістік деді Айдана. Беттен көз алмай. Бәрі солай ма деді ол. Иә, бәрі солай деді Айдана. Ерлан оған мұқият қарады. Жүзінен бір нәрсе іздегендей. Тапты. Шаршаған. Бірақ мықты тұр. Сынбаған. Бас изеді. Айлин бірден оған көшіп отырды. Қолында кітап. Түлкі бар кітап. Екеуміз бірге оқимыз деген талаппен. Ерлан оны бір қолымен көтеріп алды. Екінші қолымен бетті ұстап тұр. Күлзира есікті қақпай кірді. Ол тамақ әкелгенде ешқашан қақпайтын. Қазанның үстелге қойды. Картоп деді. Жеңдер. Сосын артына қарамай шығып кетті. Үшеуі бірге тамақтанды. Тыныш. Тек Айлин ғана өз тілінде бірдеңелер айтып отыр. Сыртта баяу қараңғы түсіп келеді. Жазғы кештер сияқты асықпай. Түнде үй тынышталды. Айлин ұйықтап қалды. Ерлан шам жарығында отыр. Үстелде қағаз, қарындаш, жаңа жоба сызбасы. Көрші ауданнан бір жұмыс. Айдана оның осыны бір аптадан бері ойлап жүргенін білетін. Айдана сол баяғы дәптерді алды. Мұқабасы онып кеткен. Бірінші қыста комодтың төменгі жәшігінен тапқан. Парақтарын ақырын аударды. Соңғы бос бетке келді. Қарындашталды. Жоғарғы бұрышқа күнді әріппен жазды. Астын сызды. Төменге тізім жазды. Жол. Екінші құдық. Монша. Қасына қалқа. Тағы бір жол. Инвесторлармен келіссөз. Келесі қадам. Біраз қарап отырды. Соңына тағы бір жол қосты. Анама қоңырау шалу. Дәптерді жапты. Үстелге Ерланның сызбаларының қасына қойды. Шам жанып тұр. Қарындаш қағаз үстінде сыбдырлайды. Терезе сыртында Қарасай ауылы тұр. Тірі, қараңғы. Құдық жанындағы жалғыз шам жанып тұр. Оны әлде қашан жөндеп қойған. Енді ол шыпылықтамайды. Құрметті тыңдарман, егер әңгіме ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркелуіңізді сұраймын. Және де әңгіме тыңдағанды жақсы көретін таныстарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар. Мені тыңдайтын әр оқырманыма мың алғыс.